Осыдан 2 ай бұрын YouTube каналымды қайта жүргізіп бастап 5000 оқырман жинадым және YouTube'тан ең бірінші төлемақымды алдым. Жақында өзімнің өнімді сатылымға шығардым. Мұндай нәтиже көрсетуімнің себебі осы нәрсені түсінгенімнің арқасында. Сәлем, менің есімім Аяжан. Егер мені бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, қош келдіңіздер. Мен өз-өзін дамыту, өз-өзін өсіру деген әртүрлі пайдалы, қызықты контенттермен бөлісетін құрбым боламын. Осындай контент қызықты болатын болса, маған жазылып қойыңыздар. Ал кеттік. Осыдан 3,5 ай бұрын Қытай еліне көшіп келдік. Басында келген кезде мен білмедім, не істерімді білмедім. Және Джилс деген жақсы көретін бір қыздың видеоларын қараймын әрдайым. Осы қыз осындай бір идеямен бөлісті, және бұл осы видеоны қарағаннан кейін менде ішімде бір винтик қозғалды да, бітті. Мен YouTube каналын бастаймын, қайтадан түсіріп бастаймын. Менде қазір білім бар, менде арсенал бар. Сол бар нәрсемен мен бүгін арманыма қарай қозғалып бастаймын. Бүгіннен бастап мен қадамдар жасап бастаймын деген ниетпен солай мен YouTube каналын бастап кеттім. Яғни мұндағы менің бір value дейді ғой, мен бір мақсатым болды. Өзім өмірімді өзгертіп, өз-өзімді танымастай өзгертіп жатқан процестемін қазір, өсудемін, дамудамын, және бұрынғы менің көзқарастарым мен қазіргі көзқарастарым жер мен көктей. Соны мен өз басымнан өтіп жатырмын, өзімнің басымнан өтіп жатқан тәжірибе болғандықтан басқа қарапайым мен сияқты қыздарға, әйелдерге, соларға шабыт беріп, соларға осындай бағыт көрсетіп дегендей, оларды да өсіруге, өздерінің өмірлерін өзгертуге мүмкіндік бергім келді. Яғни оларға да көрсеткім келді. Так можно, смотрите деп, мен істедім, менің қолымнан келді, сендердің де қолдарынан келеді дегендей. Сол сияқты мен де сол қыздар, әйелдер маған үлгі болғандай, мен де басқа қыздарға, әйелдерге үлгі болғым келеді. Мен де олардың бірінші қадамдарының, өздерін дамытуға бірінші қадамдарының себепкері болғым келеді, иншаллах. Сондай ниетпен мен осы YouTube каналымды ары қарай жалғастырып кеттім. Алдыңғы видеода мен өміріңді қалай өзгертіп бастауға болады деген тақырыпты қозғадым. Біріншіден, сен сыртқы нәрселеріңді өзгерту үшін, сен бірінші өзінің ішкі жан дүниеңді өзгерту керексің. Яғни ішіңмен, ішкі жаныңмен жұмыс жасау керексің. Сенің ішінде белгілі бір блоктар, негативті сенімдер болуы мүмкін. Соның барлығына көңіліңді бөліп, соның барлығын бұл қайдан шықты деп түпкі тамырынан жұлып алып, оның орнына басқа әдемі гүлдерді, хош иісті гүлдерді отырғызуың керек. Былайша айтқанда. Енді бұл видеода біз сол тақырыпқа ары қарай терең сүңгитін боламыз, бұл тақырыпта ары қарай ашатын боламыз. Яғни сен өміріңді өзгерту үшін бірінші нені өзгерту керек? Қалай өміріңді өзгертіп бастайсың дегендей. Сен бірінші өміріңді өзгертіп бастау үшін сен бірінші өзіңді өзгерту керексің. Яғни change your identity. Сен өзіңді қалай көресің, сол көзқарасыңды өзгерту керексің. Егер сен өзіңді жалқау адам ретінде көретін болсаң, мен просто жалқаумын, бір нәрсені бастаймын, аяғына дейін апара алмаймын, сәтті табысты ешқандай результат көрсеткен жоқпын деп ойлайтын болсаң, сен өзің солай көресің, сен өзің солай соған сенесің. Мен жалқаумын. Ой, мен естимін всегда деген сияқты. Өзіңді солай көресің. Бұл сенің сенімің өзің туралы. Онда мен саған бір нәрсе айтайын, спойлер. Онда до конца солай болады. Ары қарай да солай бола береді. Сен бір нәрсе бастайсың, ол до конца жетпейді дегендей, осылай результат көрсетпей жүре бересің. Неге? Себебі сен өзің туралы сеніміңді өзгерткен жоқсың. Сен бірінші бір нәрсе өзгерту үшін сен өзің соған сену керексің. Бәрібір сен қанша нәрселерді бастасаң да, қанша проекттерді алсаң да, қанша курстарды сатып алсаң да, бәрібір егер сен ішіндегі өзің туралы сеніміңді өзгертпесең, одан ешқандай пайда жоқ. Еш нәрсе өзгермейді. Яғни сен ешқандай нәтиже көрсетпейсің және өмірің өзгермейді. Бұл нәрседен мен де өттім. Көп нәрсені бастаймын да аяғына дейін апара алмай қалам, деген сияқты. Себебі мен өз-өзіме сенген жоқпын. Салыстырып қараңызшы, мен фастфуд жемеуге тырысып жүрмін, және мен фастфуд жемеймін, мүлдем жемеймін. Екеуінің разницасы кәдімгідей жер мен көктей ғой, иә? Мұнда сіз өзіңізді фастфуд жемеуге тырысып жүрген адам сияқты көрмейсіз. Сіз мұнда өзіңізді мүлдем фастфуд жемейтін, мүлдем рационда фастфуд жоқ адам ретінде көресіз. Яғни пайдалы тамақтанатын, пайдалы тамақтар жейтін адам ретінде көресіз. Сонда сіздің сеніміңіз егер жаңағы жаңа сенім болса,
фастфуд жемеймін мүлде деген сенім болса, онда сізге оңайырақ болады фастфуд жемеуге. Себебі сіз оған сенесіз және өзіңізді сол адам ретінде көресіз. Атомные привычки деген кітаптағыдай. Сіз өзіңізді қалай көресіз? Сол көзқарасыңызды бірінші өзгерту керексіз. Жаңа әдеттерді өміріңізге енгізу үшін, тұрақты түрде сол әдеттерді жасап бастау үшін сіз сол сенімге сену керексіз. Сіз өзіңізді сондай адам ретінде көру керексіз. Жаңағыдай жалқаулыққа баратын болсақ, мен жалқаумын, бастаған ісімді аяғына дейін апара алмаймын деп өзіңізге сенетін болсаңыз, онда солай болады. Бірақ егер жаңа сенім сіз өзіңізді мен продуктивный адаммын, мен жауапкершілмін, мен бастаған ісімді аяғына дейін апара алатын адаммын деп өзіңізге сөйтіп сенетін болсаңыз, өзіңізді сондай адам ретінде көретін болсаңыз, мен сізге айтайын. Сіз уже бастаған жобаларыңызды, бастаған әрекеттеріңізді, әдеттеріңізді басқаша жасап бастайтын боласыз. Яғни сіз уже до конца апаратын боласыз, тұрақты түрде жасап бастайтын боласыз. Себебі сіз өзіңіз туралы сеніміңізді өзгерттіңіз. Сіз өзіңізге сенесіз қазір. Айырмашылығы осында. Бұл өзіңді өзгерту жолы, өзіңді қалай көресің, сол сенімді өзгерту жолы оңай емес. Мынандай бір сөз бар. There is no rebirth if there is no death. Яғни өлімсіз қайта тірілу мүмкін емес деген бір сөз бар. Өзіңізді жаңа адам ретінде көріп бастау үшін сіз өзіңіздің ескі версияңызбен қоштасу керексіз. Яғни сіз болмайды ол. Это не работает. Егер сіз ескі версияңызға бетіп жабысып жүретін болсаңыз, соған қайта орала беретін болсаңыз, сіз жаңа адам бола алмайсыз. Яғни сіз өзіңіздің ескі версияңызбен қоштасу керексіз. Бұл өте қиын процесс. Себебі сіз ол ескі версияңызда қаншама жылдар бойы өмір сүрдіңіз. Сондай сенімдермен, сондай ойлаумен, сондай көзқараспен сіз қаншама жылдар бойы өмір сүрдіңіз. Онымен қоштасу өте қиын процесс. Бірақ бұл уақытша. Осы қиын процессті өткізсеңіз, болды. Сіз жаңа адам болып туыласыз. Яғни ол мынандай сияқты ғой. Көбелек жаңағы коконнан шығу үшін, ол коконды өзіме бірге алып кетпейді ғой, көбелек. Ұшып кету үшін, әдем болып ұшып кету үшін. Ол көбелек коконды тастап кетеді. Коконның ішінен шығады, яғни ол коконның ішінде жетілді, қалыптасты. Яғни сіз өзіңіздің ескі версияңызға сіз шүкіршілік етесіз, сіз оған алғыс айтасыз. Себебі сіздің ескі версияңыз болмаса, сіз болмас едіңіз деген сияқты. Сол сияқты сіз өзіңіздің коконыңызға рахмет айтасыз да, бірақ коконыңызды тастап кету керексіз. Ары қарай қанатыңыз жайып, ары қарай ұшып кету үшін, басқа жерлерді көру үшін, өмірді көру үшін сіз коконыңызды тастап кету керексіз. Сол сияқты сіз өзіңіздің ескі версияңызбен қоштасу керексіз. Бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің ескі сенімдеріңізбен қоштасу керексіз. Егер жаңа өзгерістер енгізгіңіз келсе өміріңізге, жаңағыдай мысалы жалқаумын деп жүрсеңіз, ол сіздің ескі версияңыз, ол сіздің ескі ойлауыңыз. Бірақ енді сіз жаңа сенімге өзгергіңіз келсе, жаңа сенімді өміріңізге енгізгіңіз келсе, мен жауапкершілмін, мен бастаған ісімді аяғына дейін апарамын деп, мен өзіме сенемін, мен өзіме сенім артамын деп, сеніміңізді, жаңа сеніміңізді өзгерту үшін ескі сеніміңізбен, мен жалқаумын деген сеніммен бай-бай қоштасу керек болады. Енді өзіңнің келешек табысты версияңмен кездесу үшін, өзіңнің өміріңді өзгерту үшін не істеп бастау керек? Кеттік. Бірінші, сен отырасың, күнделік аласың қолына, қалам аласың, бірінші жазамыз. Яғни, сен мынадай сұрақтарға жауап беру керексің. Ол сенің келешек версияң, дамыған версияң. Ол қандай? Қандай ол? Оның сенімдері қандай? Оның көзқарастары қандай? Оның ішкі жан дүниесі қандай? Яғни, оның ядросы дейді ғой, core. What is her core? Яғни, ол не нәрселерге сенеді? Оның мақсаттары қандай? Ол өзін қалай сезінеді? Оның вайбы қандай? Яғни, тек сыртқы нәрселер ғана емес, машинасы бар, үйі бар, ондай ғана емес, ішкі жан дүниесіне бар. Яғни, ол өзін қалай сезінеді? Ол өз-өзімен қалай сөйлеседі? Оның күнделікті басында қандай ойлар жүгіріп өтеді дегендей, ол қандай ойларға мән береді дегендей, ол қандай әрекеттер жасайды, ол қандай нәрселерге сенеді, сондай сұрақтарға жауап бер. Күнделікке сол сұрақтарға прям детально жауап бер. Және де мында плюс сен өзің vision board жасай аласың, яғни карта желаний. Яғни бұл карта желанийді жасаған кезде сен
көресің ол адам қалай киінеді, қандай вайбы қандай, ол қандай жерлерге барады, кімдермен араласады, оның өмірлік стилі қандай, соның барлығын визуализация жасайсың да, сен оны уже елестете аласың, яғни вау, бұл менмін, excitement болады ішінде, яғни сен қуанып жүресің, скоро мен кездесемін осы версиямен, скоро мен кездесемін, скоро сол қыз мен боламын дегендей. Ол қыз уже бар, ол әйел уже бар, она уже существует в будущем, иә. Бірақ сен сондай өзінде сондай ішінде сондай трепетпен жүру керексің да. Сен сол үшін, сол версияны жету үшін сен әрекеттер жасау керексің. Яғни сол мақсатына қарай, сондай өмірге қарай сен әрекеттер жасап бастау керексің. Және ол тек сыртқы нәрселер ғана емес, мен айта кеткендей, ол сенің ішкі сенімдерің, ішкі көзқарастарың. Яғни сен ішкі жан дүниемен жұмыс істеу керексің. Осы жерде мен көмектесетін нәрсем терапиялық дерегімді қарап кетсеңіздер болады. Оның ішінде ішкі жан дүниеңмен терең жұмыс болады. Сілтеме видеоның астында. Сіз бір актерларды өзіңіз бір жақсы көретін рөлдарын мықты ойнайтын бір актерларды елестетіп көріңізші. Ол актерлардың басқа онша емес жайский актерлардан айырмашылығы қандай? Олар өздерінің рөлдарына кіріп тұрып ойнайды, яғни сені сендіреді. Ол шынымен болады ондай сериал, кино қарап жүрген кезде сен ойлайсың өмірде де сондай адам ба деп. Мысалы бір злодейді сондай ойнап жүрсе, сен өмірде де сондай адам шығар деп андай соны көрсең андай ызаланып тұрасың, соған өкпелеп тұрасың дегендей. Бірақ ол адам просто өзінің рөлін күштілеп тұрып ойнаған. Яғни ол шын нәрсе емес, бірақ ол рольға кіріп ойнады дегендей. Ол адамдар, ол актерлардың бір супер күш қуаты, олар солай басқа бір адамның өміріне, басқа адамның сондай көзқарастарына, сондайға сіңіп кетеді. Яғни ол тек рольға ғана емес, тек анау жазылып тұрған сценарийдағы жазылып тұрған сөздерді оқып қана қоймайды. Олар сол рольдің, сол кейіпкердің ол қалай ойлайды, ол не нәрселерге сенеді, ол өзін қалай сезінеді деген сұрақтарға до того кіріп кетеді, ішіне терең кіріп кетеді де, сол адам болып ойнайды. Сол сияқты мына бір келесі қадам, сіз бірінші біліп алыңыз ғой, ол келешек версияңыз қандай адам екенін біліп алғаннан кейін, ол қалай сезінеді, көзқарастары, сенімдері қандай, сондайын бәрін біліп алғаннан кейін, сіз енді сол актерлар сияқты сол рольді ойнап бастайсыз, иә? Сіз өзіңізді солай актер сияқты елестетіңізде, fake it till you make it деген сөз бар. Яғни сен ойнап жүр, рольді ойнап жүр, сонда одан кейін ол шын өміріне айналып кетеді, реальностіне айналып кетеді деген сөз ғой, былайша айтқанда. Яғни сіз сол қыз, менің келешек версиям, сол әйел қалай ойлайды, ол қандай әрекеттер жасайды, ол өзін қалай сезінеді деген сияқты, уже сол адам сияқты сіз өзіңізді солай жүргізіңіз өмірде. Яғни сондай әрекеттер жасап бастаңыз, сондай таңдаулар жасап бастаңыз, сол сияқты өмірге көзқарасыңыз сондай болсын, сол сияқты сөйлеп бастаңыз, сол сияқты күшті вайб беріп жүріңіз, сол сияқты әрекеттер жасаңыз, сол сияқты спортпен айналысыңыз, сол сияқты пайдалы тамақтаныңыз деген сияқты. Яғни сіз өзіңіздің сол дамыған версияңыз сияқты соны прям сіңіріп алу керексіз да өзіңіздің ішіңізге. Соны прям бүкіл несіне, бүкіл сущностына кіріп шығу керексіз ғой. Яғни сіз мен сол адаммын, мен сол адамды қазір ойнап жүрмін, рөлін ойнап жүрмін деу керек. Мұнда айтатын нәрсе Secrets of the Millionaire Mind деген кітапта былай айтады. Яғни сіздің ойларыңыз қалай ойлайсыз, ол сіздің сезімдеріңізге алып барады. Сіз осы ойларыңыз арқылы белгілі бір сезімдер пайда болады соның арқасында. Одан кейін ол сезімдер әрекеттерге апарады. Сол сезімдерді сезінудің арқасында сіз уже белгілі бір әрекеттер жасап бастайсыз дегендей. Ал әрекеттердің арқасында, әдеттердің арқасында сіздің реальностіңіз, яғни сіздің қазіргі шынайы өміріңізге алып келеді. Яғни сонда барлығы сіздің ойыңыздан басталады. Сіз солай ойлап бастау керексіз. Бірінші, мен сол адаммын деп. Ол адам қалай өмір сүреді деген сияқты. Мұнда бір мен өзімнің тәжірибемен бөлісетін болсам, мен бұлай Қытайға көшіп келген кезде, осы нәрсені біліп бастаған кезде, Джилстың видеосынан мені ешкім танымайды ғой. Бұл күшті маған мүмкіндік болды да. Яғни сіз егер оқуға түсіп жатсаңыз, егер жаңа жұмысқа тұрып жатсаңыз, егер ажырасып жатсаңыз, егер білмеймін өміріңізде бір өзгеріс болып жатады ғой, любой бір басқа қалаға көшіп жатсырсыз деген сияқты, или бір клубқа қайтадан жазылып, кружокқа жазылып жатырмын деген сияқты, сондай бір өзгерістер болған кезде, сіз соны бір мүмкіндік ретінде пайдаланыңыз. Яғни жаңа мүмкіндік, жаңа парақтан өмірімді бастауға мүмкіндік деген сияқты. Және де сізді ешкім танымайды ғой. Сізді ешкім танымайды. Сіз уже роль ойнап бастай аласыз. Яғни сіз
сізді танитын бұрынғы достарыңыз, таныстарыңыз көрсе, сіз андай жаңа роль ойнап жүрсеңіз, Айжан не істеп тұрсың? Сен прикол ұстап тұрсың ба? Сен бүйтіп істемейсің ғой негізі. Сен мұндай сөздер айтпайтын едің ғой деген сияқты сөйтіп айтады ғой мысалы. Ол кішкене бізді мотивациямызды басып тастайды. Мында сені ешкім танымайды, сенде мүмкіндік бар өзінің жаңа жағынан таныстыруға басқа адамдарға. Яғни мен былай істедім, өзім тәжірибеме бөлісетін болсам, мен мұнда келген кезде өзімді сенімді адам ретінде көремін Аяжанды, болашақ Аяжанды. И мен өзімді сөйтіп рөлді ойнап бастадым. Яғни мен барған жерлеріме мен сенімді болып тұрамын, андай арқамды тік ұстап дегендей, андай артық движенияларсыз, сондай спокойный болады ғой, андай сондай қыз болып тұрамын. Және де мен мысалы бұрынғы Аяжан барған жерінде андай әңгімені бастап кетуге, сондай андай приколдар айтып, сондай адамдар мені ұнатсыншы, мен осы жердің ортасы болғым келеді, осы ортаның центр вниманиесі болғым келеді деп сондай болып кететін едім. Барған кезде мен бірінші болып бастамаймын әңгімені деген сияқты. Және де адамдармен сөйлескен кезде мен оларды тыңдаймын. Өзім туралы айтып сөйтіп кетпеймін, жоқ, мен оларды тыңдаймын және оларға сұрақтар қоямын, интерес қоямын дегендей. Яғни өзімді мен басқа жағынан бастап таныстырып бастадым адамдарға, және ол адамдар сенеді мен сондай адам екеніме дегендей ше. Сіз мынадай практикалық жаттығу жасасаңыз болады күнделікті. Сізді енді бүкіл қала танымайтын шығар, тұрып жатқан қалаңызда. Өзіңізді танымайтын бір заправкаға, бір магазинге барып, бір книжный библиотекаға барып дегендей, сонда сіз танымайтын адамдар бар ғой. Солар танымайтын адамдардың алдында сіз өзіңіздің жаңа рөліңізді ойнап бастаңыз. Яғни сіз өзіңізді келешек версияңыз сияқты, дамыған версияңыз сияқты видите себя так дейді ғой. Сондай әрекеттер жасаңыз, сөйтіп сөйлеңіз деген сияқты. Кринж емес. Ол тек сізге ғана кринж сияқты көрініп тұр. Ал ол адамдар сізді бірінші рет көріп тұр, оған дым кринж емес. Ол сізді ойлайды, осындай адам екен деген сияқты. Сіз сөйтіп первое впечатление қалдырасыз, яғни өзіңізді басқаша адам ретінде таныстырыңыз және сол рөлді ойнаңыз, басқа рөлді ойнаңыз, жақсы ма? Егер сіз өзіңізді андай бай, сондай статный қыз ретінде көретін болсаңыз, сіз сондай жерлерге барыңыз, жаңағындай болады ғой, отельдер, люкс отельдердің кофейняларына барып дегендей, сондағы вайбты, атмосфераны сезініп, просто бір чашка кофе алсаңыз да, сіз өзіңізге мүмкіндік бересіз, рұқсат бересіз. Яғни сол жердегі вайбты сезінуге. Ол жерде бизнесмендер, әртүрлі бай адамдар жүреді ғой, солардың вайбын сезінесіз, және сіз өзіңізді солармен бірдей деңгейде көресіз. Яғни бұлардың ешқандай менен артықшылығы жоқ. Және мен олардан ешқандай кем емеспін. Бәріміз бірдейміз дегендей, солай өз-өзіңізді жай-жайдан үйретіп бастайсыз. Түсініп тұрсыз ғой, солай өз-өзіңіздің вайбыңызды, вибрацияларыңызды көтеріп бастайсыз. Және өзіңізді сол рөлге қайта-қайта практикаға енгізіп, қайта-қайта сол рөлді ойнап жүргенде, өзіңіздің дамыған версияңыздың рөлін ойнап жүрген кезде, ол уже сіздің миыңыз соған үйреніп бастайды. Яғни біздің миымыз ол артқа тартқанды жақсы көреді. Ол таныс емес нәрсе біздің миымыз үшін ол өте қауіпті нәрсе. Danger, опасность, бегите деген сондай опасность деп тұрады да, бізді всегда артқа тартатын осы біздің миымыз. Бірақ егер сіз миыңызды жай-жайдан сөйтіп үйрете берсеңіз, өзіңіздің жаңа өмірлік стиліңізге, жаңағындай жаңа өмірлік рөліңізге, сіздің миыңыз білмейді, мен айта кеткендей, ол шындықты білмейді. Яғни сіз ойлап жүрген нәрсе, шынымен болып жатқан нәрсе, ол ешқандай айырмашылығын көрмейді, оған барлық нәрсе шындық болып көрінеді біздің миымызға. Сондықтан сіз өзіңіз солай практиковать етіп, сол өмірлік стиліңізді, рөліңізді қайта-қайта практикаға кіргізіп жүрген кезде, миыңыз соған үйреніп бастайды да, оған уже норма болып бастайды. Түсініп тұрсыз? И сіз солай жай-жайдан сіз өзіңіздің келешек дамыған версияңызға өзгеріп кетесіз. Иншалла. This is the secret. Бұл осы нәрселерді білгеннен кейін мен вау дедім ғой. Осы нәрселерді мен енгізіп бастадым өміріме. Ары қарай кеттік. Және де келесі айтып кететін кеңесім, егер сіздің дамыған версияңыз, сіздің келешек версияңыз, болғыңыз келетін версияңыз, мен болғым келетін Аяжан, егер мен үшін өте тым биік, бір алыстағы, бір аспандағы ай сияқты болып сезінсе, мен қазір қайдамын, ол қай жерде деген сияқты болады ғой. Көз қорқақ қол батыр дегендей, яғни андай қорқақтық бас кетсе, мен егер слишком болып кетсе, нереальный нәрсе, нереальный стандарттар қойып жатырмын дегендей, өте алыс дегендей, сондай сезімде болсаңыз, онда сіз
жай-жайдан қадамдармен бастасаңыз болады. Яғни лестницаға мінген сияқты. Мынандай лестница бар ғой, ағаш. Соған мінген сияқты. Яғни сіз былай төбесіне бармайсыз, сразу төбесіне қарап тұрмайсыз. Мен мына жерге жетуім керек қой деп сіз ойлап тұрмайсыз. Сіз бірінші алдыңызда тұрған ступенькаға фокусыңыздың бәрін соған жібересіз. Яғни мен бірінші осыған жетіп алайын. Менің мақсатым осы бірінші ступенькаға жету. Келесі мақсатым осы ступенькаға жету. Келесі деп сөйтіп сіз өзіңіздің топқа, яғни сол өзіңіздің ең басты мақсатыңызға жететін боласыз. Сіз бірінші аффирмациялар айтқан кезде өзіңіздің ескі ойлауларыңыз жаңа ойлармен алмастырған кезде сіз сену керексіз оған. Сіз сол жаңа ойларға сену керексіз. Сіз прям сезіну керексіз сол шын нәрсе екенін. Егер сіз сенбей, просто ба деп айта берсеңіз, я красивая, я умная деп айта берсеңіз, бірақ оған өзіңіз сенбесеңіз, ешқандай результат болмайды. Бұл ешқандай эффект бермейді дегенде. Егер андай мен дамығанмын, менің өмірім күшті, мен бақыттымын деп жүрсеңіз, бірақ өзіңіздің қазіргі ситуацияңыз оған сай келмесе, мысалы сіз toxic қарым-қатынаста болып жүрсеңіз, abusive, мысалы сіз ауру болсаңыз, мысалы сізде қазір қиын кезең болып жатса, жаныңыздағы адамдар ортаның бәрі сондай қиын нәрсе болып жатса, онда сіз ондай нәрсеге сене алмайсыз ғой, ондай жаңа сенімге. Мен бақыттымын, мен табыстымын, мен ақшам көп деген ондай сенімге сіз сене алмайсыз, себебі ол сіздің реальностыңызбен сәйкес келмейді. Сондықтан более реалистичный, сондай бірінші ступенькаға, бірінші қадамға келетін сенімдерді айтып бастаңыз, аффирмацияларды айтып бастаңыз. Яғни я в прогрессе. Мен емделу үстіндемін, мен емделу жолындамын дегендей. Яғни мен даму үстіндемін. Мен өсіп келе жатырмын. Мен бір нәрсе істеп келе жатырмын. Мен жай-жайдан дамып келе жатырмын. Мен бұрынғы версияммен қоштасып жатырмын дегендей. Мен өзгеріп келе жатырмын. Менде бәрі жақсы болып келе жатыр деген сияқты сондай реалистичный сенімдерді айтып бастасаңыз болады. Ол сізге уже нереальный нәрсе сияқты емес, ондай прям алыстағы нәрсе сияқты емес, ол уже реальный, вполне реальный нәрсе болып көрініп бастайды. Сіз оған уже өзіңіз сенесіз және сол мақсатыңызға қарай жай-жайдан ақырындап қозғалып бастайсыз. Мысалы, мынандай сияқты, мен егер қазір YouTube каналыма айтатын болсам, мен 100 000 подписчик жинағым келеді, мысалы. 100 000 подписчик жинағым келеді, бірақ мен қазір менде 7 000-дай подписчик бар, мен 100 000, 93 000 подписчик жинау керек, нереально деп сөйтіп ойлаймын, мысалы, мен өзіме солай лестницаның эффектісі сияқты метод қоюыма болады, яғни бірінші 10 000 подписчик жинаймын. Сосын мен оны celebrate жасаймын, кәдімгідей тойлаймын, 10 000 подписчик жинадым деп. Одан кейін 15 000, одан кейін 20 000, 25 000, 30 000. Сөйтіп менің фокусым жаңағыдай кішкентай қадамдарда болады. Сөйтіп ступенькалармен, жай ступенькалармен сол мен 100 000-ға жетемін дегендей. Ары қарай миллион деген сияқты. Солай өзіңіздің мақсатыңызды ары қарай қоя бересіз. Түсіндіңіз ғой, Тағы да бір жақсы көретін өзім Бақытжа деген қыз бар. Соның бір видеосында былай айтады. Сіз өзіңізге бір аптадай уақыт беріңіз. Наблюдать етіңіз. Өз-өзіңізге наблюдать етіңіз, Өз-өзіңізге бақылайсыз, өз-өзіңізді бақылайсыз. Қалай сөйлейсіз, қандай ойлар өтеді басыңызда деген сияқты, қандай әрекеттер жасайсыз, қандай әдеттер жасайсыз, қандай таңдаулар жасайсыз, қандай реакциялар бересіз, қалай сөйлесесіз басқа адамдармен деген. Сондай өзіңізге бақылайсыз, өз-өзіңізді бақылайсыз. Андай со стороны қарайсыз өзіңізге бір апта бойы. Және соны күнделікке жазып отырасыз. Так, мен мына нәрсені қайталай береді екенмін, мен мына нәрсені өзіме айта береді екенмін, бір ой басымда жүгіре береді екен күні бойы. Мен осындай әдеттер істейді екенмін дегендей. Сонда сізде уже андай анализ жасайсыз да, уже сіз уже объективно қарайсыз өзіңіздің ситуацияңызға. Мысалы, егер сіздің мақсатыңыз салмағыңызды жоғалту болса, салмағыңызды түсіру болса, егер сіздің мақсатыңыз, бірақ сіз бір апта өзіңізді наблюдать еткеннен кейін, мен дым істемейді екенмін ғой, мен вообще қозғалмайды екенмін ғой. Мен дұрыс тамақтанбайды екенмін, мен ешқандай спортпен айналыспайды екенмін, мен бір орында отыра береді екенмін ғой. Сол үшін ғой мен салмағымды жоғалтпай жүргенім дегендей. Сондай өз-өзіңізге уже қарайсыз да, мен осындай өзгерістер енгізіп бастауым керек. Яғни мен спортпен айналысып бастауым керек, дұрыс тамақтанып бастауым керек, мен көбірек қозғалып бастауым керек деген сияқты уже жаңа әрекеттерге сізде уже идеялар пайда болып бастайды дегендей. Бұл процесс
өзіңді өзгерту, өзіңді дамыту, өзіңді өсіру, ол бір түнде болатын нәрсе емес. Ол бір аптада болатын нәрсе емес, бір айда болатын нәрсе емес. Иә? Бұл дегеніміз ол қиын және ұзақ процесс. Бірақ процесстен кайф алу керек. Иә, удовольствие алу керек сіз процесстен. Себебі сіз жолдасыз, сол жолдасыз, сіз өсіп келе жатырсыз, сіз дамып келе жатырсыз, сіз әрекеттер жасап келе жатсыз. Кішкентай қадамдармен деген сияқты. Яғни сіз өзіңізді өзгертіп бастау үшін, жаңа версияңызға жету үшін, сіз қандай әрекеттер бүгін жасап бастай аласыз? Сіз қандай әдеттерді өміріңізге қосып бастай аласыз дегендей сұрақтар қою керексіз өзіңізге. Себебі әрекеттер ол жаңа әдеттерге алып келеді. Ал жаңа әдеттер сіздің жаңа версияңызға, сіз туралы, өзіңіз туралы жаңа сенімге алып келеді. Мысалы, мен өзімді айтатын болсам, мен ютубер болғым келеді. Мен уже ютубермін, бірақ андай болады ғой, табысты ютубер болғым келеді. Бірақ мен ол үшін, табысты ютубер болу үшін мен өз-өзіме бір уақыт қоямын. Мысалы, мен осы уақытқа дейін 100.000 оқырман жинағым келеді деп өз-өзіме не қоямын, мақсат қоямын, серебряный ютубтың плейтін алғым келеді деп, плей баттынды алғым келеді деп өзіме солай мақсат қоямын. Иә? Так, енді ол мақсатқа жету үшін мен не істеуім керек? Мен дисциплина керек бұнда. Иә, өз-өзіңді өсірген кезде, өз-өзіңді дамытқан кезде, өзің мақсатына қарай қозғалған кезде, егер мақсатына жеткің келсе, онда әрекеттер жасау керек. Дисциплина керек болады. Ал бұл өте, скучный нәрсе болады кейде енді. Сондықтан бірақ скучный болса да, қаншалықты дисциплина, қаншалықты жасағың келмесе де, сен мақсатына жету үшін сен сол нәрселерді жасау керексің. Оңай болмайды еш нәрсе. Солай, мысалы, мен егер ютубқа 100.000 подписчик жинағым келеді, мен не істеуім керек? Мен қандай әрекеттер жасауым керек? Мен аптасына 2 не 3 видео түсіруім керек. Иә? Мен монтаж жасауым керек, мен обложкалар жасауым керек. Иә? Мен оған описание жазуым керек, мен оған сценарий жазуым керек. Ал мен ол тақырыптарды таңдау үшін менде білім болу керек, мен кітаптар оқуым керек, белгілі бір кітаптарды оқуым керек, мен білімді кеңейте беру керек, мен басқа адамдарды тыңдауым керек, мен басқа бір ресурстарды қарауым керек деген сияқты. Бұл целый прогресс, яғни бұл целый процесс, бұл мен көрінуім керек, мен әрекеттер жасауым керек өзім үшін, сол мақсатыма жету үшін дегендей. Яғни мен егер просто жатсам, ол аспаннан түсіп келе салмайды маған. Мен арманымдағы өмірім, мен қанша манифестация жасайын, қанша оны елестетейін, қанша визуализация жасайын, қанша миыммен жұмыс жасайын, ол аспаннан келіп түсе салмайды ол нәрселер, ол нәтижелерге, результаттарға жету үшін сен әрекеттер жасау керексің. Иә, сол әрекеттерді жасап бастауға оңай болатын, кішкене сені оңайландыратын сол жолды және сені тұрақты қылуға көмектесетін, яғни сол сен мақсатына қарай тұрақты түрде жететіндей, прям тұрақты түрде көрініп, басынан бастап аяғына дейін апармай тастап кетпейтіндей үшін осы нәрселерді сен жаңағы мен видеода айтып кеткендей өзің туралы сеніміңді өзгерту керексің, өзіңді қалай көресің, соны өзгерту керексің, өзің бұрынғы ойлауыңмен, өзің бұрынғы сенімдермен, бұрынғы көзқарасыңмен, бұрынғы коконыңмен қоштасу керексің. Және сол адам қандай адам екенін білу керексің. Сен қалай ол адам бола аласың, егер соны білмесең ол қандай адам екенін. Сен бәрін білу керексің ол туралы. Сталкер бол, жақсы ма? Андай бір жігіт ұнаққаса Инстаграм тауып алып, бүкіл ВК-сын тауып алып, бүкіл қай жол туылған сиблингстары, қанша апа сіңлісі бар, барлығын тауып аласың, қай жерде оқиды, қай жерде жұмыс істейді деген сияқты. Сол сияқты өзің туралы obsessed бол, яғни өзіңнің сол дамыған версияң қандай ол, қандай жерлерге барады, оның ойлары қандай. Мен жаңағыдай айтып кеткендей барлығын біл ол туралы. Иә, оның энергетикасына дейін барлығын біл. Және келесі, сол адам сияқты өмір сүріп баста, сол сияқты әрекеттер жасап баста, сол сияқты ойлап баста, сол сияқты таңдаулар жасап баста, өзіңді сол адам ретінде көріп баста, сол сияқты сезініп баста дегендей. Сонда сен тезірек, жылдамырақ сол өмірді өзіне тартатын боласың. Яғни сен солай өзің мақсатыңды қойғанда, өзің сенімдеріңді, көзқарастарыңды өзгерткенде сен уже перспективаны өзгеріп бастайды. Сен уже басқаша көзқараспен қарайтын боласың өзің ситуацияны. Сен уже мүмкіндіктерді көріп бастайтын боласың, иә? Өзіңіздің мақсатыңызды анықтап алсаңыз, өмір деген Аллах тағала ол ризықты бесконечно, нон-стоп беріп тұрады, және мүмкіндіктер деген қаншама, просто біз оны көрмейміз, иә?
Біздің фокусымыз басқа жерде. Сондықтан сіз өзіңіз туралы сеніміңізді, көзқарасыңызды өзгерткенде, мақсатыңызды өзгерткенде, қайталап жатырмын мен өзімді қайта, бірақ қайталай беремін мен, жеткізуім керек сіздің басыңызға. Сондай өзгерткен кезде сіз көзіңіз ашылады. Шын айтайын, көзіңіз ашылады. Сіз мүмкіндіктерді көріп бастайсыз. Любой жерде мүмкіндіктерді көріп бастайсыз, иә? Егер бірдеңе болмай қалса, вариант Б, вариант С деген сияқты уже сіз андай артқа қайтып кетпейсіз. Сіз уже басқа жерлерге брейнсторминг жасап, басқа жолдарды іздестіріп бастайсыз сол мақсатыңызға жету үшін дегендей. Иә? Бүгінгі видео осындай болды. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын, және өздеріңізге пайда алдыңыздар деп ойлаймын, инсайттар алдыңыздар деп сенемін. Жазып алған шығарсыздар, түртіп алған шығарсыздар өздеріңізге. Обязательно міндетті түрде осы нәрселерді қолданып басаңыздар. Өміріңізге практикаға енгізіп бастаңыздар, иә? Себебі бұл нәрсе маған көмектесті. Менің осы себебім күнделікті осылай өз-өзіме көрініп жүргенім, әрекеттер жасап жүрген тұрақтылығымның себебі. Көп адамдар сұрайды, қалай бәріне үлгересің, қалай жалқаулық қылмайсың дегендей. Осы нәрсе себебі мен өзімнің келешек версиямды көңілін қалдырғым келмейді, оның көңілін қалдырғым келмейді. Мен онымен қатты кездескім келеді. Прям I'm in love with her. I admire her дейді ғой. Яғни мен прям басым кетеді, мен өзім келешек версияма, мен оған жеткім келеді. Мен бұл уақытты созғым келмейді. Мен барлық әр уақытымды, әр секундымды, әр мүмкіндіктерім барлығын пайдаланып қалғым келеді сол өмірге жету үшін. Қазіргі өмірім Аллаға шүкір мен жақсы көремін. Қазіргі процесті мен жақсы көремін. Маған ұнайды видео түсірген, маған ұнайды монтаж жасаған, маған ұнайды эдит барлығын жасаған, маған ұнайды комментариялар жауап берген. Бұл процесс маған ұнайды. Осылай процесс ұнағанның арқасында менің көзім жанып тұрады. Сол үшін мен күнделікті оянып, мен осы мақсатыма қарай қозғаламын. Мен тоқтамаймын. Иә? Сондықтан осы нәрселерді өміріңізге енгізіп бастаңыз. Бұл менің шынымен шын жүректен сіздерге кеңесім. Маған көмектесті, сіздерге де көмектеседі. Барлығы сізге байланысты. Егер сіздерге бұл видеодан тағы көбірек нәрсе керек болатын болса, бұл видеоның астында менің жаңадан шығарылған терапиялық күнделігіме сілтеме бар. Барып, сол сілтемеге өтіп, толық ақпарат біле аласыз. Бұл видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Бірінші қадам кетті. Лесницаның бірінші қадамындасың сен уже. Молодец, жарайсың. Егер басқа бір адамдарға шабыт берер, пайдасы беріп қалар деп ойласаңыз, сіз білесіз не істеу керек екенін. Бөлісіп қойыңыздар, иә? Комментарий жазып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Ал қыздар, ұлдар, жігіттер, әйелдер, келесі видеода кездескенше, бай-бай.